Үнемділік ырыс, ысырапшылық шығыс. Әр ұлттың әдет ғұрпы, салт дәстүрі бар. Салтты берік ұстануымыз халықтық ерекшелігіміз. Қазақта көрші қысы, тәңірі қысы деген жақсы сөз бар. Ендеше көршіге қатысты абзал болатын дүниелерді естен шығармайық. Ас тұзы. Мейлінше көршіден тұз алмаңыз. Алған жағдайда аз да болса ақысын төлеңіз. Өйткені тұзда береке бар. Сіз тұзбен бірге берекесін алып кетесіз. Сондықтан біреуден тұз алмаңыз. Өзіңіз де біреуге тұз бермеңіз. Қазақ тұзды бейберекетсіз шашпайды. Астың иманы тұз деп білген. Тұз төгілсе, ырыс төгіледі, үйден ас кетеді деп ырымдаған. Салтты сақтаудың бір ғана жолы, оны балалардың санасына сіңіру. Ол үшін алдымен тілді үйренуі тиіс. Өйткені салт дәстүр әдет ғұрыптың мәйегі тілде жатыр.